Бүгін сіздерге бала тууына арналған бір жолғы жәрдемақы мөлшерін қалай есептейміз. Және сонымен қатар бір жасқа дейінгі бала күтіміне арналған жәрдемақының мөлшерін қалай тағайындалатынын көрсететін боламын. Бала тууына арналған жәрдемақының мөлшері бекітілген. Бірінші және екінші, үшінші балаға 38 айлық есептік көрсеткіш болса, мысалы, 2022 жылы айлық есептік көрсеткіш 3063 теңгені құрайды. 3063 теңгені біз 38-ге көбейтеміз. 116394 теңге болады. Осы соманы біз бірінші және екінші, үшінші бала үшін аламыз. Ал төртінші және одан көп бала босанғаны үшін 63 айлық есептік көрсеткіш тағайындалған. 63 айлық есептік көрсеткішті 3063-ге көбейтсек, 192969 теңгені құрайды. Осы соманы біз көп балалы ана болғанымыз үшін ала аламыз. Келесі кезекте бір жасқа дейін бала күтіміне тағайындалатын жәрдемақы. Бұл жәрдемақының мөлшері әлеуметтік аударым базасынан есептеледі. Әлеуметтік аударым базасының минимальный және максимальный көрсеткіші бар. Минимальный 60 мың теңгеден есептелсе, максимальный 420 мың теңгеден есептейді. 3,5%. Мысалы, экспо бойынша бірыңғай жиынтық төлеушілер үшін есептейік. экспо төлеушілер қала тұрғындары үшін 3063 теңгенің 20%-ын төлесе, әлеуметтік аударым үшін бұл минимумнан есептелмейді бізге. Бізде өзімізде арналған минимум бар. Ол 60 мың теңге. Осы 60 мыңнан есептейтін боламыз. Мысалы, жүкті болған айға дейін экспо төлемей, жүкті болған айдан бастап экспо төлей бастаса, сол айдан бастап босанған айға дейінгі соманы қосып, біз 24-ке бөлетін боламыз. Мысалы, мына көрсеткіште бұл соманың қосындысын қосып, 24-ке бөлгенде 25 мың құрайды. 25 мыңның 40%-ын есептейміз. Ол 10 мың теңге. 10 мыңның 10%-ы міндетті зейнетақы жарнасына аударылса, 9 мың теңге қолға түседі деп есептейміз. Бұл төленбейді. Бұл минимум төленбейді. Бізде Қазақстанда сонымен қатар бекітілген жұмыс істемейтін әйелдерге төленетін баланың бір жасқа дейінгі күтімі бойынша ай сайынғы жәрдемақы мөлшері бекітілген. Егер мына жерде көрсетілген сома аз соманы көрсетсе, біз осы минимумнан есептейміз. Осы минимумнан төмен қаражат төленбейді. Бұл жерде баланың санына байланысты төленеді. Бірінші бала үшін 17643 теңге, екінші бала үшін 20859 теңге, төртінші бала үшін 27261 теңгені құрайды. Сіз егер балаңыздың санына қарайсыз, міне, үшінші баланы босансаңыз, сіз мына минимумды алатын боласыз бір жасқа дейін, 24045 теңгені. Сонымен қатар сіз осы минимальный соманы, экспоны 24 ай бойы босанғанға дейін 24 ай бойы төлеп отырсаңыз, сіздің орташа 24 айдағы әлеуметтік аударым базаңыз 60 мыңды құрайды. Яғни, мына 24 айдағы әлеуметтік аударым базасын қосып, сіз 24-ке бөлсеңіз 60 мыңды құрайды. Оның 40%-ы 24 мың, 24 мыңның 10%-ынан міндетті зейнетақы жарнасы салса, сіздің қолыңызға 21600 теңге түседі. Бұл кезде де сіз минимум сумамен бекітілген салыстырасыз. Егер сіз 4-ші бала туған жағдайда, сіз мына суманы алмайсыз, 27261 теңгені аласыз, 21600 емес. Егер сіз бірінші баланы босанған болсаңыз, 17643 бұл аз сома ғой, 21600. Сізге қайсы сома көп, соны төлейтін болады. Мына 21600 алатын боласыз ол кезде. Енді дара кәсіпкерлер үшін, ИП үшін есептесек, біз максимально 14700-ден босанғанға дейін
14.700-ден 24 ай бойы төлеп келсек, бұл кезде біздің әлеуметтік аударым базамыз 420 мыңды құрайды. 420 мыңның 40%-ы 168 мың. 168 мыңның 10%-ы міндетті зейнетақы жарнасына салса, сіздің қолыңызға таза 151.200 түсіп отырады. Ай сайын 151.200 теңге бір жасқа дейін төленіп отырады сізге. Енді кезекте еңбек шартымен жұмыс жасайтын жұмысшылар үшін. Егер сіз 24 айдың ішінде алғашқы бірінші жылдығында мысалға 2 ай жұмыс жасасаңыз, сіздің сол жұмыс жасаған айыңыз есептеледі. Сіз өйткені әлеуметтік аударым төледіңіз, ол міндетті әлеуметтік сақтандыру базасына барып түсті, ол жерден сізге есептейді. Мысалы, бірінші жарты жылдықта 2 ай төлесеңіз, екінші жарты жылдықта сіздің сомаңыз мінекей мына соманы құрайтын болса, 2.190.000 құраса, сіз 200 мыңды барлығын қосып 24 айға бөлесіз. Ол кезде барлығын қосып 24 айға бөлгенде сіздің аударымыңыз 99.583 құрап отыр. Осының 40%-ы есептеледі, 39.833. Оның 10%-ы міндетті зейнетақы жарнасына аударылса, сіздің қолыңызға ай сайын 35.850 теңге түсіп отырады. Келесі жылдан бастап, 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап, бұл бала күтіміне байланысты жәрдемақы мөлшері 1,5 жылға созылуда. Мысалы, егер сіздің балаңыз жасқа толып қоймаса 1 қаңтарға дейін, 2 қаңтарда туылған болса балаңыз, сіз келесі жылы тағы 6 айға жәрдемақы және 6 ай бала күтіміне демалыс алатын боласыз. Осы видеоролик сізге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.